Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз сауат ашу сабағы. Сауат ашу сабағында з дыбысы мен әрпін өтеміз. Мұқият тыңдап отырамыз балалар. З әрпімен таныс боламыз. Сөздіктерін айтамыз ары қарай. Қазан, зебра, қаз және зеңбірек. Бәріміз бірге қосылып айтып отырамыз балалар. Ары қарай өтетін. Енді балалар жұмбақ жасырамыз. Түрі жылқы бейнесі, жолақ жейдесі. Барлығымыз ойланамыз балалар. Ол не? З әрпінен келетін жануар. Бәріміз ойланамыз. Түрі жылқы бейнесі, жолақ жейдесі. Ол не? Дұрыс, зебра балалар. Ары қарай балалар сөздіктерді қайталаймыз. Қазан, қаз, зебра. Осының ішіндегі з әріптерін тауып қайталаймыз. Сергіту сәтін жасап алайық балалар. Тілімізді жаттықтырып. Жаңылтпаш айтамыз. Зура зурнада ойнайды. Зурнада бір ғана зура ойнайды деме. Зарада зереде зурнада ойнайды. Осыны балалар 2-3 рет қайталаймыз. Зура зурнада ойнайды. Зурнада бір ғана зура ойнайды деме. Зарада зереде зурнада ойнайды. Осыны 2-3 рет қайталаймыз балалар. Тіліміз жаттықтырып. З дыбысы. Балалар з дыбысын айтамыз. Енді ары қарай дәптермен жұмыс жасаймыз. З әріпінің жазба түрін көрсетеміз. Тақтада жазу, ауада жазу, оқушылардың дәптерге орындауы. Дәптермен тексеремін балалар. Дәптерге жазамыз. Үй тапсырмасын орындаймыз. З дыбысы мен әрпі. З дыбысынан келетін сөздерді айту. З дыбысынан келетін сөздерді буынға бөлу. Мысалға, оза, қазы, өзен, қозы, Қазақстан. Осы үй тапсырмасын жатқа сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.